Сәлем оқырман. Жаңа ғана Айда Instagram желісіне шығып, Нұрдәулет екеуінің арасына нүкте қойып жатырған еді. Ал қазір болса соған жауап қылып, Нұрдәулетте желіге шығып сөйледі, және де осындай жазуларын қалдырған болатын. Мен де қолымнан келгенін бәрін жасадым. Өзімді өзім танымастай бақытты болуымыз үшін өзгерттім. Но бәрі бекер болды. Өмір жалғасады, кеш келсе де келетін көктем келеді. Болар іс болды, не болса да қайыр болсын. Тек өмір жолында сәттілік и бақыт тілеймін. Әркім өзіне лайықты адамын кездестірсін. Әңгіме осымен бітті. Болғандарыңызға үлкен рахмет осы уақытқа дейін. Бірақ та сіздердің үміттеріңізді біз ақтамадық, өкінішке орай. Айда сторисіне барлығын салып айтқан екен. Негізі менің де айтпаған нәрселерім, айтпайтын нәрселерім де өте көп. Бірақ та мен ескі жараның бетін тырнамаймын, қазбаламаймын. Болар іс болды. Қазір оны айтып шығарғаннан, біреуді жаманатты қылып, болмаса ол мені жаманатты қылғаннан ештеңе таппаймыз. Болды. Екеуміз бір-бірімізге бақыт тілеп жібердік, өзі айтқандай. Ал мен жақындарым барлығы ауылда болғаннан кейін Алматыда пока что маған жасайтын ештеңе жоқ. Өйткені пока пландарым жоқ. Өйткені ары жасам деп ойлаған жоқпын. Деп әңгімесін бітірген болатын. Ал осылай енді махаббаттары өшіп, біреуі ауылға, екінші өз еліне кеткен жайы бар. Махаббат болды ма? 3 ай ғана тұрып, ажырасқалы жатыр ма? Жігіттің тарапынан күткен едім. Бірақ Нұрдәулет бәрінен шаршаған көрінеді. Бір-біріне беті ашылып, енді көздеріне қарауға ұятта шығар. Соңына дейін екеуі қайта қосылады деген ойда жүрген едік. Алда көре жатармыз, не болатынын. Екеуіне тек бақыт тілейміз. Уақыт көрсетер, мүмкін қайта табысар, ашу басылғасын. Мүмкін екеуі де өз шынайы махаббатын тағы да кезіктірер. Сіз қалай ойлайсыз?